Қаламыздың іргесіндегі 55-16 әскери бөлімшесінің сарбаздары қаладағы қоғамдық тыныштықты сақтаумен айналысады. Мұнымен қатар әскери бөлімшеде түрлі тақырыптарда іс-шараларда жиі өтіп тұрады. Мәселен, қазір күнде бөлімшеде тәртіп апталығы өтуде. Біздің әскери бөлім осындай сабақтар өткізіп жатыр. Қазір осы тәртіп апталығына байланысты жемқорлық қарсы осы офицерлермен және келісім шарт бойынша қызметшілермен осындай шаралар өткізіп жатыр. Бізде осы видеороликтер бар, көрсетіп жатырмыз. Осындай жағдайлар қазір бүкіл өнерлік қолбасшылық осындай шаралар өткізіп жатыр. Біздің орталық өнерлік қолбасшылықта. Апталықтың барысында жемқорлықтың алдын алу, оны болдырмау тақырыбында әңгімелер өткізілуде. Офицерлер мен келісімшарт қызметкерлер арасында арнайы видеороликтерде көрсетілді. Осы арқылы әскери қызметшілерді жең ұшымен жалғасқан жемқорлықтан аулақ болу қажеттігі түсіндірілді. Видеороликтеріміз бар. Видеороликтерімізді қазір осы офицерлерге және де келісімшарт бойынша әскери қызметшілерге көрсетіп жатырмыз. Бұндай жағдай енді бізде әскери бөлімде бұндай болмаған и болмайды деп ойлаймын өзім. Себебі бізде әскери полицияда да және тәрбие және әлеуметтік жұмыстың бойынша өзі жұмыс жасайды. Сондықтан да ондайға болмауға тырысамыз. И болмайды деп ойлаймын. Саламат Сүлеймановтың мәліметінше, әскери бөлімшеде осындай тақырыптық іс-шаралар жиі өткізіліп тұрады. Ал тәртіп апталығы 90-на бір мәрте өткізіліп тұратын көрінеді. Апталықтың аясында осы тақырып бойынша әскерилер арасында қаржы полицияның мамандары да келіп лекциялар оқыған.